Эмодзи, немесе кейде айтылатындай эмодзия, бұл сезімдерді, нысандарды немесе идеяларды жеткізу үшін қолданылатын кішкентай графикалық белгілер мен суреттер. Бұл термин жапон тілінен бастау алады. Сурет. Модзи, таңба немесе әріп. Яғни, сөзбе-сөз аударғанда суретті таңба дегенді білдіреді. Эмоцияны жеткізу, мәтіндік хабарламада дауыс ырғағы мен көңіл күй көрінбейді. Эмодзи арқылы қуанышты, ренішті немесе қалжыңды білдіру оңай, мысалы. Уақытты үнемдеу, көп сөз жазғанның орнына бір ғана белгі қою жеткілікті, мысалы, келісемін дегеннің орнына. Көрнекілік, мәтінді әдемілеп, оқырманның назарын аудару үшін қолданылады. Қазақ тілінде де бұл термин көбіне өзгеріссіз эмодзи деп қолданылады. Кейде оны смайликтер деп те атайды, бірақ эмодзидің ауқымы кеңірек, оған тек көңіл күй емес, жануарлар, тағамдар, тулар және басқа да нысандар кіреді. Ең алғашқы эмодзилер жиынтығын 1999 жылы жапондық инженер Шигетака Курита жасап шығарған. Ол кезде суреттер өте қарапайым, небары 12x12 пикселден тұратын, және бар болғаны 176 дана болатын. Қазір олардың саны 3600-ден асады. Әлемде 17 шілде дүниежүзілік эмодзи күні ретінде атап өтіледі. Неге дәл осы күн? Өйткені iOS жүйесіндегі күнтізбе эмодзиінде дәл осы күн, July 17 жазылған. Эмодзилердің мағынасын, тарихын және әртүрлі платформалардағы Apple, Google, Samsung көрінісін тексеретін арнайы эмоджиптер атты онлайн энциклопедия бар. Қызықты факт. 2015 жылы Оксфорд сөздігі алғаш рет жыл сөзі ретінде кәдімгі сөзді емес, қуаныштан көз жасы шыққанша күлу эмодзиін таңдаған болатын.